Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін осындай әдемі тойбастар жасайтын боламыз. Открытка 2 немесе 4 штук птичье молоко ішіне орналастыруға болады. Сізге дайын шаблондар каналы қажет болады. Менің каналыма өтуге ұсынамын. Ішінде 1000-нан астам шаблондар бар. Сізге тек қана қалатыны текстін жазып, распечатка жасау. Каналыма өту үшін видеоның астында WhatsApp номерімді тастап кетемін. Сізге скотч қажет, двухсторонний канцелярский. Текстін жазып болғаннан кейін, распечатка жасағаннан кейін, линия бойынша осылай майыстырып шығамыз. Двухсторонний скотч жаңағы көрсеткен скотчымызды птичье молоконың оберткасын екі жанына клейлейміз. Осылай клиентке беруіңізге болады, немесе птичье молокомен дайындап берсеңіз, уже жабыстырып бересіз. Бұған міндетті түрде ыстық клей немесе осындай двухсторонний скотч қолданыңыз. Жабыстырып болғаннан кейін открыткаға орналастырамыз. 2 немесе 4 птичье молоко орналастыруыңызға болады. Екіншісін жабыстырамыз. Текстін жазуды ұмытпаңыз. Келесі менің видеомды көру үшін маған міндетті түрде подписка жасаңыз, тек қана для подписчиков болатын болады. Жабыстырып болғаннан кейін ашып, екінші птичье молоконы орналастырамыз. Осындай әдемі сүйкімді тойбастар бізде шығатын болады. Сіздерге ұнады ма? Ұнаса плюсик тастап кетіңіз, және қандай келесі тойбастар жасайын, соны жазып кетіңіз.